Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты халал даму жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңа сайтымен сіздерді таныстырып өтейін. Өзіме қатты ұнады, жалпы сайттың функционалдық жағынан болсын, дизайн тұрғысынан да өте қарапайым жасалған. Сіздерге қысқаша түсіндіріп өтсем. Жалпы мынау кәсіпорын, тауар, бренд деп тұрған жерлерге кез келген кілт сөзді жазсаңыз, мысалға қағанат деп жазып көрейік. Қағанат іздеу батырмасын басамыз. Және өту дегенге басаңыз толыққанды көрсетеді. Мінекей қағанат компаниясының толыққанды мәліметі, логотипі, тіркеу номері, қай қалада орналасқандығы жайында, және де сертификаты. Мына жерде баса назар аударсаңыздар, сертификатталған деп тұр. Мысалға кейбір орындарда қарасаңыздар, бұл уақыты тоқтатылған деген секілді ақпарат жазылып тұрады. Осыған қатты назар аударсаңыздар. Төмен жағында контактісі, мекен-жайы, сайты барлығы жазылған. Кіріп көрсеңіздер болады. Келесі функция маған ұнаған. Мысалға тағамды қоспасын жазып көрейік. Мысалға 120 деп іздейтін болсақ сайттан қандай ақпарат шығарады екен. Өту батырмасын басайық. Қоспасы кашениль кармин қышқылы. Бұл бояғыш түрі болып саналады екен. Тыйым салынғандар қатарында ханафи басқарма бойынша харам деп көрсетілген. Және де бұдан бөлек сайтта жаңалықтар көрсетіледі. Пәтуалар жинағы бар, мақалалар, медиа деген секілді, және де халал даму туралы ақпаратты өшірден көріп біле аласыздар. Қандай компания қашаннан бері ашылған, мамандары туралы толық ақпарат осында. Және бұдан бөлек маған өте қатты ұнағаны интерактивті карта деген қосымшасы. Жалпы осы уақытқа дейін мен қатты армандаған тұғым, негізі халал дамуда осы функция болса екен деп. Аллаға шүкір қосқан екен. Бүгін кіріп көрсеңіздер, пайдалансаңыздар болады. Бұны қысқаша сіздерге түсіндіріп өтейін. Мынау толығырақ дегенге бассақ, бұл сайт мобильдік нұсқада да бар. Кіріп көрсеңіздер, телефонмен де кіріп шығу, жалпы пайдалану ыңғайлы. Мен тексеріп көрдім. Сіздерге қазір компьютер нұсқасында көрсетіп жатырмын. Бұл жерде мынау категорияларға бөлінген. Шұжық өндірісі, құс фабрикасы, тамақтану орындары деген секілді. Енді біз қазір мысалы бір фильтр жасап көрейік, тек тамақтану орындарын ғана көрсететіндей қалай болады екен. Мінекей Қазақстан бойынша бүкіл тамақтану орындары сертификат алған көрсетті бізге. Біз Нұр-Сұлтан қаласын таңдап көрейік. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша кез келген біреуіне бассалайық, мысалға тағам асханалары желісі, кәсіпорын туралы ақпаратты білгіміз келсе, осы батырмаға басамыз. Және де тамақтану орны, міне тағам куәлігі сертификатталған, уақыты барлығы осында жазылған. Өте құнды ақпарат, өте ыңғайлы. Кіріп, қазірден бастап пайдалана берсеңіздер болады. Сайт жалпы маған өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Егер сізде қандай да бір сауал туындайтын болса, халал даму ұйымына қатысты, сайттың төмен жағында ақпарат берілген, телефон номеріне хабарласып біле аласыздар. Бұдан бөлек Instagram, YouTube, WhatsApp номерлерінде осында қалдырған. Кіріп көрсеңіздер болады. Алла Тағала баршамыздың асымыздың адалдығын нәсіп етсін. Қош, сау болыңыздар.